Алла бәрін көреді деп айтпаса. Енді былай істейік. Ақ жеңгем шыққан кезде қол соғып қошемет деп қарсы алайық. Ал Руслан ағам шыққан кезде біріншіден бүгін мерейтойы болып жатыр. Екіншіден қазақ отбасы үшін ер азаматтың орны бір саты жоғары тұрады. Солай емес пе? Бата берген аға. Машалла. Содан кейін үшінші кезекте мұны мен еріккеннен істеп жатқан жоқпын. Жұмыс дүйсенбі күні. Мен Руслан ағам, яғни Гүлнар жеңгемнің көзінше бір күн болса да өзінше болып қалсын деп жатырмын. Яғни Руслан ағам шыққан кезде орнымыздан тұрып, сәлтойын алып шпагатқа отырсаңыздар, ешқандай қарсылығымыз жоқ. Түсіндік қой? Ал олай болса, кең даланың гүліндей, бәйшешектің бүріндей, ақындардың жырындай, сезімдердің сырындай болып отырған Гүлнар жеңгемді бір керемет биімен қарсы алайық, қол соғайық. Гүлнар жеңгем, биі, айта шығайды, достар. Айта шығайды, айға шығайды, достар, туыстар. Айналып. Тамаша. Мына үш дастарханға бір ет асып бересіз ба, үйге келгенде бір нәрсе істейтін сияқтысыз ғой. Тұрма дегенде тұрып кеткен ғой бұл кісілер. Молодец, патша көңілдеріңізге рахмет. Ал енді келесі азаматтың орны ерекше. Себебі келесі азамат қазанаттың бірі, азаматтың бірі. Бегелі бес тайғырдың белін үзген. Бекіре жау, бектерді бетке қаратпайтын. Айтпас, айтса айтқанынан қайтпас. Кешегі Париж Олимпиадасы, елдостың туған нағашысы. Алдарыңызда Руслан ағамыз. Енді былай істейік, сіздер қалай жүресіздер? Жалпы заңдылық бар. Той иелері қалай жүреді? Қонақтарда солай жүреді. Сіздің аузыңыздан мен осындай сөз шықты. Арнайы сыйлық. Міне, аққа Құдай жақ дейді, сізге бәрі бұйырып жатыр. Киіміңізге қарасақ, күн сияқты, өзіңізге қарасақ, күн сияқты. Қасаңға жібетіп. Ал енді дұрыс айтады, яғни қонақтар тікелей той иелерімен байланысты. Сондықтан да сіздерді жеке дара қай жерден шықтыңыздар той басталғанда, дәл сол жерден жеке дара келесіздер. Ең алдымен жеңгем келеді. Жеңгемнен кейін өзіңіз келесіз, Руслан аға. Ендеше ағамыз бен жеңгемізді сырласу бөлмесіне қарай шығарып салайық. Рахмет. Екеуі де кем тар емес. Үйге кет қалмайық. Болды. Сырласу бөлмес деп жүр ғой кісілер. Бұлай қарай тұрыңыздар, көрінбей тұрыңыздар. Бір минутқа құлақтарыңызды жауап тұрыңыздар. Алла бәрін көреді деп айтпаса. Енді бұлай істейік. Ақ жеңгем шыққан кезде қол соғып қошемет деп қарсы алайық. Ал Руслан ағам шыққан кезде біріншіден бүгін мерейтойы болып жатыр. Екіншіден қазақ отбасы үшін ер азаматтың орны бір саты жоғары тұрады. Солай емес пе? Бата берген аға.
Машалла. Содан кейін үшінші кезекте мұны мен еріккеннен істеп жатқан жоқпын. Жұмыс күні, дүйсенбі күні. Мен Руслан ағам, яғни Гүлнар жеңгемнің көзінше бір күн болса да өзінше болып қалсын деп отырмын. Яғни Руслан ағам шыққан кезде орнымыздан тұрып, сәлдайын алып, шпагатқа отырсаңыздар, ешқандай қарсылығымыз жоқ. Түсіндік қой. Ал олай болса, кең даланың біріндей, бәйшешектің біріндей, ақындардың жырындай, сезімдердің сырындай болып отырған Гүлнар жеңгемді бір керемет биімен қарсылайық, қол соғайық! Gülnar jengem, bir, Fatih şahide dostlar. Fatih şahide, aynen şahide dostlar. Aynen. Aynen şahide. Тамаша. Мына үш дастарханға бір ет асып бересіз ба, үйге келгенде бір нәрсе істейтін сияқтысыз ғой. Тұрма дегенде тұрып кеткен ғой бұл кісілер. Молодец, патша көргендеріңізге рахмет. Ал енді келесі азаматтың орнына ерекше. Себебі келесі азамат қазанаттың бірі, бегелі бес тайғырдың бел үзген. Бекіре жау бектерді бетке қаратпайтын, айтпас, айтса айтқанынан қайтпас. Кешегі Париж Олимпиадасы, ел достың туған нағашысы, алдарыңызда Руслан ағамыз! Руслан аға, өзіңізде көріп отырған шығарсыз жақта. Жұбайыңыз шыққан кезде бір 40% ғана тұрған. Сіз ортаға келіп едіңіз, бүкіл зал тұрып кетті. Енді мұның сыры неде? Осындай кезде өзінше болып қалады. Нұрекеңнің арқасында дейді. Гүлекеңнің арқасында дейді. Гүлекең причем бұл жерде? Мен просто попросить еттім. Ай, бәрекелді, рахмет. Үйде кімнен зардап шегеді, соның сөзін сөйлейді ғой. Ал енді залды екіге қақ бөліп алғанды жөн санап отырмыз. Енді үлкендер қауымы және де осы екі дастархан сіздер бір командасыздар. Осы екі дастархан бір команда болса жеткілікті деп ойлаймыз. Ендеше сұрақ, кім қай жақты таңдайды? Оң жағалау, сол жағалау. Жеңгемді алғанда да осылай ойламаған жоқ шығарсыз. Қай жақ? Оң жақ, сол жақ? Сол жақ. Әрекеті қол соғып қошеметтеп қойып, міне сіздің командаңыз. Осы команда сіздің командаңыз. Ақ жеңгемнің командасы. Ал олай болса, сіздерге мен сенемін. Ендеше Руслан ағамның командасынан бастап көрейік. Бір адам деген командасына жақындырақ тұрады ғой. Ал олай болса, рахмет, мен әлі айтқан жоқтым. Руслан ағамның командасы. Көңіл күйлеріңіз қалай? Бұлай дүйсенбі күні той жасап қонақ шақырғаның не керек? Біреуді орнынан тұрмады. Олай болса, ақ жеңгемнің командасы. Көңіл күйлеріңіз қалай?
Barakallah. Mına kızlar özleri ақ kiyim giyip alğanman. Ornumuzdan durup bile kıram. Ağa bir narsa aytayın mı? Sizin билейтін жеріңіз істемей қалған. Аға сізге ерекше сыйлық, қарамаңыз. Ерекше сыйлық, ерекше тойды көтерген қонағымызға арнайы 2 килограмм қайырымдылық көмек картошка. Ал енді кім бар? Ер азаматтардан тағы көмектесіп жібергізесіз жеңгеме. Кім? Келіңіз аға. Көкшен шығып еді. Ой, қайда шыққан несі? Жеңгемге күреске тоймайды дейді. Жоға, ол жақтың не қатысы бар? Кім? Келіңіз. Қолдау қошеметтеп қойып, келіңіз. Кім? Келіңіз аға. Пакет байлы, билет. Rahmet. Ана кісінің егізі сияқты, мына кісіге қарасам ішті. Бәрекелді. Қысқан помидор сияқты. Не ғой сізге айтайын деген, сізге бұйырған осы. Ал олай болса, ағам, сізге разговор жоқ, сізге сенем. Ал кеттік олай болса, поддержка бар ма? Ешкімге айтпа. Поддержка бар ма? Поддержка!
келіп тұрыңыздар. Күшті ағам. Ішіндегі бір жынын шығарып жүрген сияқты ғой. Олай болса сіз той иесінің досы, иә? Қателеспесем. Есіміңіз? Жандыр ағам қалай биледі? Рахмет. Сіздерге не қатысы бар Жандырдың? Сатып отқан есім. Ал олай болса есіміңіз? Ұлболсын ханым қалай биледі? Олай болса, Ұлболсын ханым өзіңізді түсініп тұрған боларсыз. Ендеше сізге арнайы сыйлық. Ендеше ерекше сыйлық қарамаңыз. Қарамаңыз, ерекше сыйлық. Бұл Гүлнардың таңдауы. Ендеше сізге стиральная машина. Мархабат, қол қошеметтеп қойып. Ал енді Руслан ағамайда соңғы қыздардан кім бар? Соңғы. Жақсылап қарайық. Міне бірінші дастархан, екінші дастархан, туысқандар бірге атсалысыңыздар. Кім бар? Кім? Айнұр ханымды қол қошеметтеп қарсы алайық. Ортада Айнұр. Бері Айнұр. Бәрекелді. Қандай тамаша биік қол қошеметтеп қойыңыздар. Ал олай болса Айнұр ханым келіп тұрғаныңыз екеуіне қараңыздаршы. Құтты бір 10-ның саны сияқты, анау бір, мынау 0 сияқты бір қол қошеметтеп қойыңыз. Ал олай болса кім мықты екенін анықтаймыз. Кімнің командасы мықты билейді, сол жеңімпаз болады. Олай болса ағамның командасы поддержка бар ма? Ай, бәрекелді. Олай болса бәрекелді. Ал олай болса кімнің мықты екенін анықтайық. Бас жүлде үшін шайқас. Ал бұл репетиция болған. Бас жүлде алу оңай емес. Ендеше келесі әуен сіздерге арналады. Кәсіп шеше тұрайық. Келесі айда қарама бірден жол жүр. Шеркен ағам ез музыка билей береді ғой, көрдіңіздер ма? Нағыз бишіп ән таңдамайды деген рас екен. Ал олай болса ағам қалай биледі? Ай, бәрекелді аға, сіздің командаңыз емес қой, не үшін нешік күйіп атсыз. Олай болса ортада есіміңіз Айнұр ханым қалай биледі? Олай болса, Руслан аға, кім жеңді деп ойлайсыз? Айнұр жеңді деп ойлайсыз. Ал Гүлнар жеңге кім жеңді деп ойлайсыз? Екеу екі жақта тұруға ұрысып тұрған несі? Бір қол қошеметтеп қойыңыздар. Ал олай болса, бас жүлде иегері ағамыз. Ағамызға арнайы сыйлық, екінші орыннан бастаймыз. Сізге керемет сыйлық, қарамаңыз. Ендеше келесі сыйлық сізге. Арнайы екі гигаграммон. Қол қошеметтеп қойыңыз. Және де рахмет. Мына жақта ақ кигендер тұрмаса, мына жақта қара кигендер тұрмайды. Өмірдің заңдылығы, өмірдің ақ пен қара сияқты. Ендеше ақ жеңген командасы болу керек.
Рахмет. Жеңге, өзің қандайсың, командаңда сондай? Қалай болса, енді кімнің командасы мықты екен, соны іс жүзінде дәлелдейтін боламыз. Ендеше, жеңгемнің командасынан бір ер азамат. Жоқ, барудың қажет жоқ. Барудың қажет жоқ. Айтыңыз, кім? Отқа салсаң жанбайды, суға салсаң батпайды. Кім бар? Көмектесіңіздер. Тойды көтереді. Ағамыз. Қосауы қошемете қойыңыздар. Рахмет. Кімнің жаңа көйлекпен келгені көрініп тұр. Бір қосауы қошемете қойыңыздаршы. Бәрекелді, тамаша. Енді осы Рауан ағамды көрдіңіз ғой. Бұл кісі ерекше. Уже той басталмай жатты, 3-4 сыйлық алып алды. Осы кісіні орнына қоятын бір әйел затынан 18-ден жоғары, 80-ден төмен. Жалпы соңғы рет қашан араласқансыз? Кім бар? Сіз қай командаға сіздік екенін білесіз ба өзі? Кім бар қыздардан? Кісіні деші. Аға, оны айтқан істеме. Әйелін айтқаннан шықпайды екен демені қыз. Өзің білсейші бі? Кім? Осы жасыл киімнің қысындағы е? Өзіңіз келіңізші, міне, өзімде сезіп отырым. Бүгін тойды көтереді қонақ. Билеп! Ал бәрекелді. Мама, Рауаннан қорықпаңыз. Өйткені қазақта сізге арналған жақсы сөз бар. Кішкентай шайнек тез қайнайды дейді. Так что покажи, кімнің келді. Ал олай болса, Рауан аға, сізге алла жар болсын. Ал олай болса, би жарыс кеттік. Кімнің командасы мұны келді? Ал, ортаға! Рахмет, Гүлнар, сен үйден біреуі жындан шықтың ба? Не істеп жүрсің? Бұны іспей дейді ғой? Екеуміз. Ал, поддержка қайда? Қайдадан? Поддержка қайда, достар? Команда жындар! Команда ұрсын! Рауан аға, мұның бәрін ертерек істеу керек еді. Енді Рауан аға, ешкім көрмеді деп ойлайық. Ешкім көрмегендей дастархан басына. Сіз шыққан жоқ деп ойлайық. Қол сау қошемете қойыңыздар. Ал, не істеп жүрсің? Былай десеңші, сізде ғана күйеу бар сияқты не істеп жүрсің? Ал енді командаң жеңіліп жатыр. Кім бар? Ер азаматтардан көмектесіңіздер, достар, сіздерді. Ал, келіңізші, осы қонағымыз ұнап отыр. Аға, келем, аға. Әй, бәрекелді. Мұна кісіге қарасам, сіздің еркек түріңіз сияқты. Екеуі кімнің бөбәші деп бір болса қошемете қойыңдаршы. Рахмет, аға, сынбасын. Қазақ айтады, айғырдың бойына қарама, қысқырғанына қара дейді. Так что алла жар болсын. Мама, мынау біреудің жалғыз байы. Ал олай болса, поддержка бар ма? Кеттік ортаға!
Рахмет. Олай болса сізге арнайы сыйлық бар. Көзіңізді жұмып тұрыңыз. Арнайы сыйлық. Бұл сыйлықты іздеп Руслан газелмен қайда бармады. Шанхайға барды. Центральный рынокқа барды. Орда базарға барып, әрестегенде тапты. Ендеше арнайы анамызға шаң сұрғыш! Рахмет. Не ғой, негізі сіз жеңіп тұрғансыз. Ана ағама қарап, жеңіліп қалдың деп айтуға мен қорқып тұрмын. Ал енді Руслан аға, командаңызда осы кісінің ар жағы бер жағы дейтін кім бар? Ана бірінші дастархан. Кім бар? Көмектесіңіздер, көмектес, тойды көтерейік. Кім бар? Алло, ойбай осы жасыл кигендердің зеленый светофор, бір қоса қошыңызға Алай болса, патша көңілдеріңізге рахмет. Жай басып, жайғасып болуларыңызды сұраймыз. Ендеше ақ жеңгем бүгін ағамызға ерекше тосын сыйлар жасады. Соған бір қошеметке лайық деп білеміз. Алай болса, ақ жарма тілек өзіңіздің ағадал жарыңызды құттықтап, содан кейін келген ағайын туыс жора жолдасқа деген ыстық ықыласыңыз болса, жеңге мархабат. Ал тыңдарман болайық, артық ымыр сыбырды қояйық, той иесіне деген құрметті танытайық. Барша қонақтар, барлықтарыңызға алғысымызды айтамыз. Үлкен осы кішкентай ғана тойымызды, қуанышымызды бөлісуге келгендеріңіз үшін. Нұрлан аға, Айда жеңгемізге де үлкен алғыс, сонау Тараздан келіп, соған үшін үлкен алғыс. Жан, мен шын жүректен құттықтаймын туған күнімен. Әрдайым осындай жайдарлы түрімен денің сау, өмірің ұзақ болсын. Балалар қызығына тоймай, осындай қуанышта, осындай достарымен, туысқандарымен көрсе береді. Барлықтарыңызға шын алғыс. Той біздің шағын ғана кішкентай алғашқы тойымыз. Бірде бір жерден бір ағартып кетсе, келесі тойда жақсылап істеуге тырысамыз. Үлкен рахмет. Барлықтарыңыздың үйінде осындай той болсын. Қаңтар айында кішкене D3 витамин жетіспейді қазір. Соған кішкене атап өтейік деп, барлықтарыңыздың жүздеріңізге күлкі сыйлайық деп шақырған ниетіміз бар. Үлкен рахмет барлықтарыңызға басымыз. Әр үйде бақыт, қуаныш, шаттық және балапандарымыз аман болсын. Гүлшеке, сіз өзіңіз аман болсын, отағамыз аман болсын, әр отбасының отағасы аман болсын. Сол үшін алып қойыңыздар алдыларыңызда қосып қалдырмай. Апа, туған күнің құтты болсын. Қалай өзі? Ай, бәрекелді, қол соғып қошемет қойыңыздар, бала тілі болды. Ал кішкентай ғана қаншайым Ақшақар. Ал бәрекелді, іштей айтылған дұғаңыз қабыл болсын. Ал олай болса, тұла бойы тұңғышы,
Sütünün betindeki kaymağa, suunun tunuğa, сезім қарындасымыз. Папа, туғаныңызбен жұмысыңыз алға баса берсін. Мен сізді жақсы көрем. Үстіп бізді асырап атқаныңызға рахмет. Ардақ ағайын, жолдың тайғақ екенін мұздан көрдім, еттің ашы екенін тұздан көрдім. Жас кезімде қыз бала деп мен сүмбемшем, қартайғанға қызықта қыздан көрдім дейді. Осы болашақ жұмақтың кілтін алып беретін қыздары аман болсын деп бір қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар болады. Ал ардақ ағайын, таудан биік, теңізден терең әкем, еңбегіңде ел кеткен ерең әкем. Адамзаттың асылы әз пайғамбар, содан кейін тұрады менің әкем дейді. Асқар тау әке, аяулы жар бола білген Руслан ағамызға бір қосалағандарыңызды түйістіріп қойыңыздар. Ассалаумағалейкум, қадірменді қонақтар. Рахмет сіздерге көңіл бөліп, күліп отырғандарыңызға. Жаңа тілеп жатқан тілектеріңіз өздеріңізге де қабыл етсін. Қазір күте тұрыңыз. Нағыздар отырып алсын. Күте тұрайық. Туғаның құтты болсын. Ал ұлы өзі сөз түндейік. Қырқына жадап, 41-іне жадайық. Мен де сол үшін баласын ұстап тұрмын. Ал не деймін? Жаңа тілеп жатқан тілектеріңізге рахмет. Тем более азынан бастап тілектер келіп жатыр. Көп рахмет, өте қуаныштымын. Енді бүгін мен негізі вообще туған күн жасамаған адаммын негізі. Бүгін бір честь жасап отырмын. Рахмет, өйстіп, қадірлеп, өйстіп, қуанышымен бөлісіп отқандарыңызға рахмет, өте қуаныштымын. Сол үшін рахмет айтамын. Бүгін біздің бір коллективтің тоже Азамат деген жігіттің. Ол жігіт жоқ, ол жігіт Шымкентте.
үшін сенің көзің әдемі, ішімденіп менің бейнем бар еді. Кеудемде сен мекен еткен жан едің, өзің ғана. Мен үшін сенің көзің әдемі, себебі ол жүрегімнің бар еді. Мен үшін шын махаббаттың әлемі, өзің ғана. Мен үшін шын махаббаттың әлемі, өзің ғана. Рахмет. Сіздердің махаббаттарыңызды сеземін. Анашым, сен менің ең әдемі әрі ең қамқор адамымсың. Сенің жүрегіңнің соғысы мен даусың менің ең сүйікті әуенім. Ал менің ең мейірімді әрі спорт сүйгіш әкем, мен сені қатты жақсы көремін. Анамды жиі құшақташы, бізге ол өте ұнайды. Ал сендер күліп мәз болғанда, мен де қуанып кетемін. Қымбаттыларым, мен сендерді мені қалай асыға күтіп жүргендеріңді сеземін. Барлық жақындарыма, туыстарыма сәлем айтамын. Осындай отбасым барына мақтанамын. Анашым, әкешім, жақындарым, мен сендерді қатты жақсы көремін. Біздің кездесуімізді асыға күтемін. Сендердің аяулы қыздарым. Құрмет қошын. Ал, поддержка қайда? Құрмет қошемет қайда? Жора жолдастар. Қарасаң маған күліп, қаламың саған жылып, мен үшін ғашық етті сендегі табандылық. Келген бақ сыйлау үшін, тағдырдың сыйпалысы, сен менің жүрегімнің мәңгілік мейманы.